Баланың еңбексүйгіштік сезімі үйдегі қарапайым істерден басталады. Үйде де, аулада да бала еңбек ету арқылы жанашырлық пен жауапкершілікті үйренеді. Ата-әже қасында, әке мен ана жанында жылы сөз, адал іс баланың бойына сенім мен сүйіспеншілікті ұялатады. Атқа мініп, төрт түлікке қамқорлық жасаған сәтте баланың еңбекке деген ынтасы артады. Аттың тынысын, қозғалысын сезіне отырып, батылдық пен күш-жігерін бойына жинайды. Осындай кішкентай әрекеттер үлкен тәрбиенің бастауы. Еңбекке баулу балалық шақтың ең бағалы тәрбиесі. Кішкентай алақанына бір уыс жем алып, үй құстарына шашқанда жүрегінде қамқорлық пен жауапкершілік оянады. Әрбір жем бөлшегі қамқорлық пен мейірімділіктің алғашқы сабағы. Жұмыртқа алып келдім. Жарым құлыншағым мен. Ромекшім менің. Балама біз не істеп жатырық? Мына кімге істеп жатырық? Бұл не? Ол көрпе. Құрақ көрпе, оны отырышқа төсейміз. Осылай. Міне осылай. О, қара, әжеге қара. О, мынау бауырсақ біздер. Аға, қазір айыр аламыз. Осылай істейсің. Ұнды салдық. Бауырсақ көже атаға бер. Атаға бер. Ой, здорово бол, рахмет, көкем жаным.